Сәлем достар, менің есімім Қапжан Нұрай, менің YouTube арнама қош келдіңіздер, және бүгін сіздермен айды жоспарлаудың ең оңай техникасымен бөліскім келіп отыр. Мен өзім дәл осы техниканы пайдалана отыра әр айымды жоспарлаймын және де әр айымды қорытындылаймын. Бірақ бүгінгі видеода айды жоспарлаумен бөліскім келіп отыр, және де мен еще бүгін макияжсыз, ешқандай дайындықсыз шығып кеттім. Шынымды айтайын, өйткені күн батып бара жатыр. Бізде қазір 4-те, уже 5-те күн батып кететін болған. Ал қазір сағат где-то 4, сондықтан да опять-таки идеализировать етпей, лучше жарық кетіп қалмай тұрған кезде ютубқа тезірек съемкамды өткізіп тастайын деген шешім қабылдадым, чем боянып алып, одан кейін қап-қараңғыда сіздерге сөйлеп отырғанға қарағанда. Сонымен қараймыз, өте оңай техника, жеңіл техника, және де осы техниканы біліп алсаңыздар, құдай қаласа сіздердің айларыңыз берекелі және де өте андай продуктивный дейді, продуктивный өтуге көмектеседі. Ең бірінші барлығы айтады, айды жоспарлағанда мақсаттан баста, мақсат қой деген сияқты айтады, бірақ мен мақсат жазудан бастамаңдар дейтін едім. Мақсат бізге сосын керек, қазір айтатын боламын. Конечно, мне, как обычно, помогает мой iPad. Сонымен ең бірінші айды жоспарлауда жасауыңыз керек қадам, ол мақсат емес, фокусты анықтау. Фокус дегеніміз, біз белгілі бір сферамызға 100%-ға көңіл бөліп, осыны жақсартуға, өзгертуге бар күшімізді салу дегенді білдіреді. Міне, фокустан бастау керек. Яғни, фокусты қалай анықтаймыз? Өзіңіздің дәл қазіргі сфераңызға қараңыз, және де ең бірінші қоюыңыз керек сұрақ: что меня не устраивает в моей жизни? Менің өмірімде не ұнамайды? Өмірімде не ұнамайды? Сол бойынша не істейміз? Біз фокусымызды анықтаймыз. Мысалы, артық салмағыңыз бар, демек сіз фокусыңызды денсаулыққа қоюыңыз керек. Табыс таппайсыз, ақша табуыңыз керек, кредиттеріңіз көтеріңізден ағып жатыр. Не істейміз? Демек фокусты ақша табатын қабілеттерге қоюымыз керек деген сияқты. Адамның прям қазір жанды жері болып тұр ғой, вот сол жанды жеріңізді тауып алыңыз. Одан кейін фокусты анықтағаннан кейін примерно 1-2 ғана сфераны жазамыз. Максимум быт-пыратып қумаңдар. Азанда ерте тұру керек, 10 бет, айына 10 кітап оқимын, жаңағыдай арықтаймын 5 килограмм, достарыма көңіл бөлем, үйтем емес. Мойындау керек, белгілі бір сфераға фокус қойған кезде, мына жақта кішкене басқа сфераларға фокусымыз жетпей жатады. Мысалы, менің қазір фокусымның көп бөлігі, мысалы 100% фокус болатын болса, соның 80%-ы менде жұмысқа кетеді. Өйткені менде қазір жұмыс жасау энергиясы да. Блогыма көңіл бөлем, контентіме, осында ютубқа видео түсірем, съемка деген сияқты өткізіп жүремін. Және де где-то басқа сфералар болады, мысалы отбасы деген сфера болады, денсаулық деген болады. Соларға менің фокусым жетпей қалып жатады да, көп жағдайда. Сондықтан да басым фокус сізде осы айда қандай сфераға болады, соны анықтайсыз. Примерно 2-ін ғана жазамыз, максимум 2-ін. Мысалы, жұмыс және денсаулық деген сияқты. Денсаулық. Енді фокус бізде тек бір-ақ айға болмау керек. Диапазонмен қарау керек, яғни ұзақ мерзімді қарау керек та. Осы сфера бойынша алдағы 6 ай, 1 жылдыққа окей, все нормально деген состояниеге жетпейінше не істеуіміз керек? Жасай беруіміз керек. Мысалы, денсаулық бойынша мен сентябрь айында көзімді емдеген болатынмын. Октябрь айында мен тісімді емдеп жатырмын. Қараша айында, допустим, тағы да мысалы массаж сухой щеткой дегенді қосып, қазір күнде жасап жүрмін. Просто хочется подтянутое тело, да. Бірақ питание намного көңіл бөлмеймін. Сонда да міне, осылай ай бойынша мысалы қыркүйек көз деп жазып қойын. Қараша тіс және қазан тіс. Қараша щетка, да, допустим, не знаю, дене дей салайын. Дене. Міне, денсаулық бойынша мен 3 айдан бері фокус қойып келе жатырмын. Яғни осы дыра жабылмайынша мен осыған фокусты қоя берем. Яғни денсаулық деп жырп етіп, қыркүйекте денсаулық, одан кейін ақша, мынау емес. Пока бір сфераны реально орнына келтірмейінше, сіз әрекет ете бергеніңіз дұрыс. Жұмыс бойынша не? Мысалы, контент, reels, ол түсінікті деп ойлаймын, сторисім бар, ютубым бар, осының барлығын мен тізіп жазамын. Примерно осылай. Бұл сізде жасауыңыз керек бірінші пункт. Екінші жасайтын әрекетіңіз мақсат.
фокустан мақсат пайда болады. Мақсаттан фокус емес, фокустан мақсат пайда болады. Міне біз екі түрлі фокус саласын алдық қой, жұмыс дедік және денсаулық дедік. Сіздің жағдайыңызда ол басқа болуы мүмкін, бала-шаға және жұмыс деген сияқты. Сөйтеміз дағыны осылардан, осы екеуінен отталкиваться етіп біз не жазуымыз керек? Мақсат жазуымыз керек. Бірақ та примерно шамаңыз жететін және де тұрақты істей алатын нәрселерді ғана жазғаныңыз жөн. Мақсат та бізде андай көп болмау керек та, быт пыратып ше, тісті де көзді де осы айда емдемеміз. Нақты осы айда көзіңізге ғана фокусыңызды қоясыз. Сөйтесіз дағыны бюджетіңіздің бәрін соған қарай не істейсіз? Жинақтайтын боласыз. Мысалы, мақсат бойынша YouTube делік, иә? YouTube. Енді осыны мен мынандай бағандарға бөлем. 3 бағанға бөлем. Ай, апта және күн. Ай, апта, күн. YouTube бойынша айына мен 4 видео салуым керек. 4 видео салуым керек деп жазам. Бір айда 4 апта бар ғой, 4 видео салам. Демек, аптасына мен 1 видеодан кемі түсіруім керек. 1 видео аптасына. Және күн белгілеп қойсаңыз болады. Например, белгілі бір аптаның осы среда күні мен әр среда сағат 13:00-де YouTube-ға видео түсірем. Міне, мақсатыңызды солай айқындайсыз. Фокус бізде белгілі бір сфераны анықтау болса, мақсат сол нәрсені айқындау, ары қарай расписывать ету. Бесе арықтау бойынша, айына осынша килограмм тастауым керек, ол үшін аптасына мен, допустим, 3 рет спортқа баруым керек, және күндерін понедельник, среда, пятница деген сияқты да бөліп уақыттарына дейін жазып, жаңағыдай фитнеске жазылатын болсаңыз, фитнеске жазылып, ары қарай углубляться етіп, тереңдеп кету керек. Үшінші жасауыңыз керек қадам, ол өзіңізге сұрақ қою. Осы айды қалай өткіземін? Қалай өткізгім келеді? Не істегім келеді? Яғни біз белгілі бір мына әрекеттерімізге қосымша тағы да жасалынатын әрекеттерді жазсақ болады. Допустим, жұмыс бойынша, Reel, Stories, YouTube деп атсыз, оларға үлгеру үшін мен, например, қосымша әрекет жазатын едім. Таңертең ерте тұру деген. Өйткені таңертең ерте тұрып жасамасаң, сен аналарға үлгермей қалуың мүмкін. Тем более монтажерің, маркетинг отделің болмайтын болса. Таңертең ерте тұру. 1-2 ғана пункт қосу керек. Тоже быт пыратып 10 бет кітап оқу, 100 000 чак жасау, үйту-бүйту емес, керек емес соның бәрі. Тек сізді конкретно мақсатыңызға алып баратын нәрселерді, осы фокусыңызға окей деп галочка қоятын нәрселерді ғана жасау керек. Таңертең ерте тұру и, допустим, денсаулық бойынша да көбірек су ішу деген ғана пунктті қосам болды. Көбірек су ішу. Оны да ары қарай айқындасаңыз болады. Күніне 1 литр, допустим, 1 литр. Вот. Максимум қана жазу керек болды. Көп быт пыратып жаза бермеңіз, ол кезде фокусыңызды шаршап кетеді, өзіңізде шаршап кетесіз деген сияқты. Және де осы жерде блог жүргізетіндерге де лайфхак айтқым келіп отыр. Блогты жүргізетін болсаңыздар, сіздер осының барлығын қалай транслировать ететініңізді де алдын ала жоспарлап қойсаңыз болады. Мысалы, біз блогты жүргізген кезде түрлі форматтарды қолданамыз ғой, енді біреу озвучка, біреу челлендж, анау деген сияқты. Және де сіз қандай форматта осы мақсаттарыңызды блогта жеткізгіңіз келетін еді, оны ойлансаңыз болады. Мысалы, бір 21 күндік челлендж жасап, сол жерде күнде жаттығу жасаймын деген сияқты, не істейсіз, өзіңізге вызов тастайсыз. Міне, блог бойынша бұл лайфхак айтып жатырмын да, жай ғана челлендж форматында жеткізсеңіз болады. Челлендж 21 күн. И күнде қалай тренировкамен айналысып жатқаныңызға не істейсіз? Отчет тапсырып отыратын боласыз. Міне, отчет, спорт. Егер де отчет тапсырмайтын болсаңыз, оқырмандарыңыздың арасынан 10 000 теңге разыгрывать етем деген сияқты өзіңізге қосымша мотивация болады да. Немесе екінші түрі бар, менің таңым деген сияқты да, менің таңым. Оны аптасына, допустим, 3 рет істеуге болады. И азанда не істейтініңізді көрсетесіз. Оның ішіне міндетті түрде жаңа рилсіңізді, сторисіңізді қалай жасап жатқаныңызды қосымша көрсетіп кетесіз деген сияқты. Айтып тұрмын, блог жүргізу ол біздің айналамызда құралады. Бір блог үшін біз еш нәрсе істемейміз, бірінші өмірімізді ретке келтіреміз. Осылай и одан кейін барып блогта ол нәрсені не істейміз? Транслировать етіп, жүйелеп көрсететін боламыз. Және де соңғы сіздің жасауыңыз керек әрекет, ол әрине, достар, әрекет 5-ші қадам. Просто делать, тупо делать. Мен всегда әр видеомның соңғы қадамын әрекет деп айта беремін. Өйткені мен өзім әрекеттің адаммын, аузым сөйлеп қана қоя салмайды. Мен мынаның барлығын шынымен өмірімде қолданамын. Оны менің стористерімді күнделікті көретін адамдар білу керек, түсініп отыру керек қазір деген сияқты.
мен бұл айпадқа жазбаймын, өзімде розовый журналым бар, сол журналға жазып жүрген маған оңайырақ. Сондықтан да осылай расписывать етіп қоямын. Әрекет жасағың келсе де жасайсыңдар, достар, жасағыларың келмесе де жасайсыңдар. Тупа жасау болды, делать. Мына мидағы артық ойларды өшіріп тастау керек та. Қолымнан келмесе ше, тұрақты болмай қалсам ше, рилс сал бол атпаса ше, стористерімді ешкім көрмейді ғой, мазақтаса ше емес, просто жасай беріңдерші, болды. Жасау керек, жасай беру керек. Міне ай бойынша, апта бойынша және күн бойынша біз осылай точка Б-дан былай қарай не істейміз да, ойланамыз да. Яғни біздің жеткіміз келетін точка Б ол айдың соңы, қарашаның соңына дейін мен осындай нәрсені істеймін. Осы айдың соңынан былай қарай айдың басына барып жүресіңдер ғой, міне. Ай, апта, күн. Сөйтіп әрекеттеріңді көтеннен кейін қарай ойланасыңдар. Көбісі бүйтіп ойланады, А точкадан Б точкаға ойланады. На самом деле біз Б точкадан А точкаға ойлануымыз керек. Мына жақта бірдеңеге жетуім үшін мен мына жақта не істей аламын деп ойлану керек. Сондықтан да әрекет ол жасағың келсе де жасау, жасағың келмесе де жасау. Көп ойланбау, ақылға ақыл қоспау. Осыны алда дәл қазір отырып өміріңді просто прописывать етші. Осы айды берекелі етіп өткіземін, продуктивный етіп өткіземін деп ниеттеніп, просто жазып таста. Егер де сенің ешқандай планың болмайтын болса, андай да планды қолдан создавать ету керек. На планды мен по факту қолымнан создавать еттім, да, то есть мне никто не пришел и не расписал. Я каждый месяц свой планирую, әр айымды мен жоспарлаймын, және жоспар как бы иллюзиядан тұрады ғой, енді ол ше иллюзия, біз примерно осы нәрсені істейміз деген сияқты ойланамыз. Сөйтіп мен ойланған кезде де бір күнім бос өткенін қаламаймын. Вот иногда болады демалыс күндері, бірақ та допустим, көп уақытымның бөлігі құр дорама көріп, жатып, шемішке шағып, үйтіп өткен қаламаймын. Мен өмірім қызықты в движении болған қалаймын. Сондықтан да осылай айды жоспарласаңыздар болады, сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Және де осы қадамдарды бірме-бір жасап, міндетті түрде менімен бөлсеңіздер болады Инстаграмда. Менің Инстаграмым Қабжанова Нұрай. Мен кері байланыс беремін, немесе стористеріңізге салсаңыздар болады. Лайфхактар ұнайтын болса, мені белгілеп кетіңіздер, стористеріме алып кетемін деген сияқты. Кімге бұл видео пайдалы болды, өзіне белгілі бір инсайт ала алды, төменге комментарийге жазып, ойларыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Келесі видеоларда не көргілеріңіз келетін еді, менен не білгілеріңіз келеді, соның бәрін ұялмай жаза беріңіздер. Маған жалко емес осылай бөлісіп, өмірлік лайфхактармен бөліскен, өйткені маған өзіме откликация етеді. Бұл тақырыптар ше, жоспарлау, дисциплина, тұрақтылық, әрекет ету деген сияқты. Өйткені менің қазіргі өмірлік периодым, сферам сондай. Мен бағана видеом басында айттым ғой, менде қазір жұмыс жасайтын энергия, дамитын энергия, өсетін энергия, және де осы нәрсемен өзгелермен де бөлісуге дайынмын. Сондықтан да сіздерге пайдалы болсам тек қана қуаныштымын. Келесі видеоларда кездескенше, всех люблю.